Құрметтім, бүгін сіздерге салауат айтудың пайдасы және маңызы туралы айтатын боламын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіз. Алла тағала біздің үмметке нәсіп еткен ұлы ғибадаттардың бірі пайғамбарымызға Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын салауат айту. Осыған орай салауат айтудың пайдасын бір ғибратты әңгімемен байланыстырғым келіп отыр. Бір күні яһудилердің бірі екі өтірікші куәгер табады да пайғамбарымыздың жанына барып: «Әй Мұхаммед, сахабаларыңнан пәлен кісі менің түйемді ұрлап алды, оны көрген куәлар бар болса, міне олар», деп қасындағыларды көрсетеді. Пайғамбарымыз куәлардан сұрағанда: «Я, дұрыс айтады», деп оның сөзін растады. Кейін сахабаларынан болған ол кісіні шақыртып оған былай дейді: «Саған шағым түсті. Не болды, я Расулалла? Сен осы өткен түнде түйе ұрлапсың. Мен бе, кімнің түйесін? Міне мына яһудидің түйесін. Ол түйені мен сатып алдым, ұрлағаным жоқ». «Жарайды. Ал сенің сатып алғаныңды көрген куәгерлер бар ма?» «Я Расулалла, мен осы біраз бұрын ғана алдым. Әлі ешкім көрген жоқ». Мына куәгерлер түйенің яһудидікі екенін айтты. Сондықтан түйе яһудиге беріледі. Осы кезде бұл мүбәрәк сахаба пайғамбарымыздан: «Я Расулалла, маған аз уақыт бересіз бе?» деп өтінеді. Кейін мешіттің бір бұрышына 2 рәкат намаз оқып, сосын қолын ашып дұға етеді: «Я Раббым, мен күнде жатар алдында пайғамбарымызға 10 салауат оқимын. Я Раббым, егер сенің құзырыңда осы оқыған салауаттарым қабыл болған болса, мені бұл қиыншылықтардан құтқара көр. Мен бұл түйені сатып алдым, бірақ куәгерлер яһудидікі екенін айтуда». Сахаба қайтып келгенінде түйе орнынан тұрып: «Я Расулалла, бұл яһуди өтірік айтып тұр. Мен мына кісінің түйесімін», деп тілге келеді. Түйенің сөйлегенін көрген яһуди және куәгерлері қорыққандарынан тұра қашады. Олар кеткеннен кейін пайғамбарымыз мұның себебін сұрағанда сахаба: «Я Расулалла, менің бір әдетім бар. Әр түні жатудан алдын сізге 10 салауат айтамын. Аллаху тағала бұл 10 салауатты қабыл етіп, түйеге тіл бітірді», дейді. Сонда пайғамбарымыз былай деді: «Сенің маған әр түні 10 салауат оқығаның үшін Алла тағала дүниеде кезінде сені бұл қиыншылықтан құтқарғанына қарағанда, ақыретте жаһаннам отынан да құтқарады», дейді. Құрметтім, күніне шамамыз келгенше көбірек салауат айтуды әдетке айналдырайық. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпайық. Бірге салауат айтып, Алланың разылығына ұмтылайық. Құрметтім.